Қайырлы күн, қыздар қауымы. Сіздерді бүгін осындай легкий дневной дейді күндізгі макияжбен таныстырғым келіп отыр. Бірінші бетімізді тонермен жақсылап сүртіп аламыз. Сосын обязательно ернімізге бальзам жағамыз. Тоналканың астына мен міндетті түрде сыворотка жағамын. Өйткені сыворотканың үстінен тоналка жақсы сіңеді. Немесе питательный жақсы кремдеріңізді жақсаңыздар болады. Тоналканы бірінші мен қолыма жағып аламын осылай. Сосын осындай ретпен бетіме жағамын. Оның үстінен beauty блендермен ақырын баппен ақырындап ұрғылап асықпай жағамыз. Бірінші основной бетімізге жағып аламыз. Сосын одан қалған мұрнымызға, көзімізге жағамыз. Қалдықтармен жақсаңыздар болады. Ол жаққа арнайы крем жақпай-ақ, осы жаңа беттен осыны қалған beauty блендердегі қалған тоналканы жақсаңыздар болады. Көзге, мұрынға, ерінге. Ендігі ретте консилері менде Fit Me. Консилерді алып көздің астына жағамыз. Видеода көрсеткендей жақсаңыздар болады. Осындай бүгінгі видео ұнап жатса, лайк басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Алда неше түрлі макияждар жасайтын боламыз. Осындай асықпай түсірілген форматта ұнап жатса, комментарийге жазып кетіңіздер. Немесе алдыңғы ұнаса, алдыңғысы ұнады, сондай форматтар ұнады деп жазып кетсеңіздер болады. Мен бірінші тоналка сіңген соң, екінші тоналканы тағы қайтарып жағамын. Екінші қайтарыммен жағамын, получается. Өткен бірінші тоналка сіңген соң, бізде жаңа взлом, окисление болмас үшін екінші рет жағамын осылаймен. Қасымызды осы қас тарақшпен жақсылап тарап аламыз. Сосын осындай жіңішке карандашпен жақсылап бояймыз. Мен көмесе карандашты жаққанда жоғары қарай жағамын. Видеода көрсеткендей, солай жаққандарыңыз дұрысырақ болады. Карандашты қастың бас жағына жақпаймыз. Ортасынан аяғына жағамыз. Арт визаждың осындай гель для бровей деген продуктысын аламын да. Сол жақсы негізінде сіздерге де кеңес беремін. Осылай жоғары қарай тарап қоямын. Өйткені ол воздушный болып тұрады. Голливудский брови десек те болады. Ол көбінесе қазір осылай бояған трендте. Көзіме мен бүгін осындай пигмент жағамын. Бежевый пигмент осындай. Осындай саусақтың ұшымен ақырындап жағып шығамын. Қазір көрсетемін қандай продукт жазып жаққанымды. Осы продуктым жақты мен жаңа. Енді соның үстінен біз жаңағы сухой тенді жағамыз. Жаңағы пигмент болды ғой бізде жидкий. Енді соның үстінен сухой тенмен бояп шығамын. Жаңағы пигментті, сосын осы сухой тенді көздің сүйегіне дейін жағамыз. Кішкене асыса еш нәрсе қылмайды. Жаңа қас боятын гельді алып, тағы да үстінен тағы да қайтара гельді жағамыз. Өйткені жаңа сосулька болып қатып қалады. Сол үшін воздушный жасау үшін осылай тағы үстінен жасап жағамыз.
Оның үстінен мен қоңыр гельмен тағы бояп шығамын. Боялмай қалған жерлер болса, тағы да осылай сухой тенмен бояп шығамыз. Кірпіктің арасын бояймыз жақсылап. Қара тенді алып, осылай стрелка жасаймын енді. Мен көбінесе стрелканы тенмен жағамын. Мақтамен артық түсіп қалған, қара боялып қалған жерлерді осылай сүртіп тастаймыз. Оның үстінен жаңағы консилерді алып, жұқалап жағып қоямыз. Менде осындай қоңыр тоналка бар, сонымен енді контуринг жасаймын. Яғни скуламызға, жағымызға, шекемізге жағамыз 3 саны сияқты қылып. Жаңағы тоналканы жақтық қойын, қоңыр тоналканы. Соның үстінен сухой контуринг жасаймыз. Тура соның үстінен тағы да азғантай қылып алып, өте жеңіл әрекетпен, движениемен жасаймыз. Қалған қалдығын осылай көзіміздің шетіне осылай жақсаңыздар болады. Қолданылған заттарды осы видеоның астына инфо деп тұрады, описание деп тұрады, сол жерге жазып кетемін. Ашып ақпарат алсаңыздар болады. Хайлайтерді жағамыз скуламызға. Төменнен жоғары жағамыз. Енді көзіміздің бұрышына жаңағы ақ түсті тен немесе ақ хайлайтерді жақсаңыздар болады. Көзіміздің астына ашық түсті қоңыр тен жағамыз. Жаңағы жаққан теннің үстінен таза кисточканы алып, үстінен растушевка жасаймыз. Білінбес үшін қатты. Кірпігімізді бояймыз, немесе кірпік үстіне жалғасаңыздар болады. Мен көбінесе бояймын. Ернімізді бояймыз. Контурдан чуть-чуть қана ассақ болады. Мен көбінесе карандашпен бояймын, үстінен помада жақпаймын.
тек гигиеналық помада жағамын, бальзам. Шетіне шыққан жерлерін консилермен алып тастаймыз. Макияжымыз аяқталды. Бағалап кетіңіздер. Осындай жеңіл әрі эффектный, білінбейтін макияж жасадық. Менімен болғандарыңызға көп рахмет сіздерге.